анесінен последствиясынан қорықты да. Бармай жүре береді. Соны жүріп бір күні мен опық өліп барды да. Ана сыртынан бүйтіп не жастай берді сыртынан. Пластырлар жастай берді. Ол ақы жұқарды да. Не болды түсіп қалды. Опық өл. Іштетін өмірен болды. Қанша уақыт оған бір жылдан кейін анан тесіліп түсіп қалды. Сосын бармай болды, жүре берсін еді. Біз қанша жалынымыз бармайды. Дәрігер бармайын болды. Өзім Алламен қолдайды, мені жеңем қалайды. Өзім жарасып тұр ғой. Өзі сенімді масқара күшті. Біз өзінен күш аламыз да, қорқайын десек, ол өзінен не аламыз? Өзіне сенеміз. Аллаға сенеміз бе, білмей әйтеуір дәрігерге вообще бармаймыз. Сол жүре берді, бір күні өйстіп жүрген Ақтауға келдік бір күні. Білесің ғой? Ақтауға химияға келдік. Химия аламыз ба, алмаймыз ба? Дәрігерлер обязательно химиясыз болмайды деді. Сосын не істейміз деп жатқанда, как раз мөлдірде мен оқу орталығын ашамын деп жүрдім ғой. Сосын мөлдір айтты, Гүлмира деген ауылда нем бар еді, жұмыстасып бірге. Сол айтты, менің группасым бар, мөлдір деген. Соны дейтін, как раз учебный центр бар, сен барып қара деді ғой. Кап-каз 5 минутта бар, таксимен де ұшып келдім ғой мөлдірге. Келсем мөлдір жүрші деді де, как раз Крайымхан деп жатыр екен. Кіргізіп жатыр ішке. Қайда шыққан білмеймін, ішінде Райхан отыр. Бір жерден тап болдым, топ еткізіп Аллаға отырғызып әкелді де. Қайда келдім, мен құшымды түсінбедім. Вообще, мен неге сетеу маркетинг деген вообще жоламайды аламын. Сенбеймін де, ондайға жұмыс жасап қойып ондайға. Сол Крайымхан түсіндіріп, мен ойымда адамын апамды ойлап отырмын. Олар квартирада. Соны сөйтіп отырып, содан кейін сол жерде сұрадым, сөйтіп, сондай апам сөйтіп ауыртты, химия алуға бола ма, мынаны пайдаланса қалай болады деп. Сосын Айман ханымға сөйлестік. Сіздер не химия ала беріңдер, обязательно алу керек химияны деді. Бірақ манағы спрей бар ғой. Спрей ішу керек. Спрейді пайдаланып, бальзамды да плюс ішілген керек деп. Сол жерде сөйлестік. Содан кейін решение қабылдадық та, спрейді де бальзамды бәрін алдыратын болдық. Сол жерде мына мен тіркеместен тіркеп жүрді мына қыздар барды. Мен тіркеп жүрді. Менен кейін барып мана Әлия апам тіркеп жүрді. Бұл тіркелді де қалдық жөніне алып қойды сол ойда. Мен неге кетіп қалдым, балдарыммен Алматыға кетіп қалдым. Соны сөйтіп жүріп бальзамды апам пайдаланып ішіп кетті. Сөйтіп бір 2-3 ай өтіп кетті. Ол іше берді, химиясын бастап ала берді. Сол сентябрьден бастап уже мана апам уже жайлап күнде қол дейтін мынағай ісік дейді. Былай болды ісік. Ана бір жақ беті мына ұшын бір жақ ісіп кетті. Анағыдан кейін жаңағы бальзам ішкеннен кейін ба? Ішкеннен кейін вообще құтып кетті. Сыртына қарай бірдеңе шыға бастады. Ал бұрыннан да ісік бар еді ғой. Сыртына қарай бірдеңе шыға бастады, вообще не болып кетті, күшейіп кетті. Сосын сөйтіп жүріп жайлап уже химиядан жақсы бола берген уже сезе бастадық та, жайлап жақсы. Адамдар ести бастады. Бальзам ішіп дегенді. Жайлап бізге. Сондай бальзам бар ма деп сұрай бастады. Жайлап. Қазір жақсы ма? Мөлдірге істеп жүремін. Мөлдір салып жүреді. Сөйтіп адамдар дейтін, астымыз адамның өзіне өстіп тола бастады. Қазір бронза ойнап алды химия алды. Сөйтіп жүрген мен бронзаға жеттім. Алды химиядан кейін болды уже енді операция апарамыз. Кеше Тбилисиге операция алып келдік. 3-4 күні врач өзі алып кетті де, операция жасап, самолетке мінгізіп жіберді. Кеше келді, алып тастады, теп-тегіс қылып. Бүйтіп тастады. Күшті, өзін күшті сезініп отыр. Қазір келді, әлі мынаны үзбей нені ішіп жатыр. Спрейді де нені де. Аллаға шүкір. Боранқұлда тұрамын. Қазір Ақтауға келіп отыр. Сол. Әрі мына біз келіп кеттік, әрі апам соны жақсы болды. Ем болсын.